Сіздермен құрметті достар, бүгін мен сіздерге перевалка әдісін қалай жасайтынымызды көрсеткім келіп отыр. Менен бір көрермен сұраған еді, перевалканы қалай жасаймыз, перевалка дегеніміз не деген сұрақ қойған болатын. Әрине мен комментарийға оған жауап жазғанмын. Бірақ көрсете өтейін дедім. Бүгін солай сәті түсіп тұр екен. Менде мына королевский герань, бұл туралы мен видео салғанмын. Отростка ретінде алған едім кішкентай кезінде. Мына қарасаңыздар, маған горшогы уже кішкентай болып тұр. Мына қатты өсіп кетті. Алғаннан бері өте жақсы өсті. Мына осылай горшогыны алып, мына тамырлары көрсеңіздер, горшокты толтырып өсірген. Перевалка әдісі дегеніміз, мына осылай алып, мына топырақтарына тиіспестен, мына өзіндегі тұрған топырақтарға тиіспестен алып, осылай орналастыру. Мына басқа горшокқа орналастыру. Әрине мен астына топырақ салып, мына горшокты уже дайындап қойғанмын. Мына осылай отырғызу. Және қазір мен топырақты жан-жанына былай сеуіп, отырғызып, ешқандай да мынадан алғаннан, мына горшоктан, алдыңғы горшоктан ала сала, бірден топырағын, тамырын еш нәрсесіне тиіспей, осылай отырғызамыз. Осы перевалка әдісі. Ал пересадка деген ол барлық топырақтарын алып, тамырын суға жібітіп, тек тамырын ғана қалған кезде, сол кезде ғана солай отырғызуды пересадка деп атайды. Перевалка әдісі дегеніміз осы. Мінекей достар, мен королевский герань гүлін перевалка жасап болдым. Мына үлкен горшокқа осылай перевалка жасадым. Және бұл королевский герань менде гүлдеп, уже гүлдері таусылды, гүлдеп болды. Өзін жақсы сезінуде. Алдында бұл королевский гераньді мен бактериальный ауруға қарсы емдегенмін. Міне содан қарасаңыздар, жағдайы өте жақсы. Ол кезде сарғайып, қурап жатқан еді. Міне бордовский смеспен емдегенмін. Өте жақсы өзін сезінуде. Және міне жапырақтарын жақсы шығарып жатыр. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар. Азын-аулақ кішкене ғана видео болды. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап ретінде болды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Әрине мен дәл осылай жауап беруге, көрсетуге тырысамын. Сау болыңыздар.